Сыр елі, жыр елі. Қызылорда көшелерін аралап жүріп, сіз міндетті түрде бір есімге кезігесіз. Ол Асқар Тоқмағамбетов. Қаланың мәдени орталығына айналған өнер жаңғырығы, еңселі ескерткішпен берекелі көше. Бұл нысандар тек атау емес, бұл ұлы ақынға деген халықтың құрметі. Ендеше сыр топырағындағы Асқар іздерін іздейік. Алдымен ақын өміріне бір шолу жасап өтейік. Ақын 1905 жылы 19 қыркүйекте Қызылорда облысы Тереңөзек ауданы, қазіргі Сырдария ауданында бұрынғы 18-ші партия съезі атындағы Кеңшарда дүниеге келген. Қазірде бұл мекен Тоқмағамбетов ауылы атымен әйгілі. Ақын поэзиямен қатар проза мен драматургияда өнімді еңбек етіп, еңбек жыры, күлкі сықақ жинақтарын, алдар көсе, бір семья пьесаларын жазды және мысал жанрының шебері ретінде танылды. Өмірінің соңғы жылдарын туған жері Қызылордада, Сарқырама каналының бойындағы үйінде өткізді. Денсаулығы сыр бергеніне қарамастан, жоқтығы биік жыр күмбезі тарихи романын аяқтап, 4 томдық шығармалар жинағын баспаға дайындады. Қаланың құрметті азаматы атанған ақын 1983 жылы 21 тамызда өмірден озды. Алайда оның есімі әлі күнге дейін қала ішінде даңқты жырларымен бірге мәңгілік есте қалуда. Ал енді Қызылордадағы мәдени мұраларымызға көшейік. Қаланың қақ ортасында орналасқан аса маңызы бар көшелердің бірі Асқар Тоқмағамбетов көшесі. Қазбек би көшесінен Әйтеке би көшесіне дейін 1,5 шақырымға созылып жатқан бұл көше кешкі жарық шамдарымен, заманауи сәулетімен және жаяу жүргіншілер аймағымен танымал. Көшенің бойында бір қатар мәдени маңызы бар нысандар орналасқан. Ендеше солармен таныстырып өтейін. 1972 жылы құрылған Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйі. Ғимарат ауданы 463 шаршы метрді құрайды. 3 қабаттан тұрады. Негізгі залдары би және концерт залы. Концерт залында 300-ге жуық орын бар. 20 ғасырдың ортасында іргетасы қаланған бұл ғимарат жергілікті маңызы бар мәдени және тарихи ескерткіштер тізіміне енген. Қазіргі таңда бұл жерде мемлекеттік іс-шаралар мен концерттер өткізіледі. Келесі нысанымыз мәдениет үйінің дәл алдында орналасқан. Иә, бұл Асқар Тоқмағамбетов ескерткіші. Қолына қалам ұстаған ақын бейнесі халықтың өз тұлғасымен мақтаныш сезімін оятады. Сыр елінің біртуар ақыны Асқар Тоқмағамбетовтың есімін иеленген бұл нысандар жергілікті халықтың өз перзентіне деген тағзымы мен құрметінің символы. Ендеше Қызылорданың көшелерімен жүріп бара жатып, өз ақынымыздың рухына деген тағзымымызды білдіруді ұмытпайық. Өйткені өз асылдарын ардақтаған халықтың әрқашан болашағы жарқын болады.